Қайырлы күн достар, 2 сынып математика пәні 31 сабақ. Шамаларды әртүрлі құралдармен өлшеу тақырыбын өтетін боламыз. Бірінші тапсырманың асы. Суреттегі өлшеуіш құралдармен қандай шамаларды өлшеуге болады, басқа қандай өлшеуіш құралдарды білесің дейді балалар. Онда қойма таразысы, бүктемелі сызғыш, өлшеуіш ыдыс, қол сағаты, электрондық таразы және 1 метрлік сызғыш көрсетілген. Ал енді бұлармен қандай шамаларды өлшеуге болады? Масса бұл қойма таразысы, электронды таразы, яғни бұнымен біз массаны өлшейміз. Ал 1 метрлік сызғыш, бүктемелі сызғышпен біз ұзындық өлшейміз. Қол сағатымен уақытты анықтаймыз, ал өлшеуіш ыдыспен көлемін анықтайды екенбіз. Тапсырмасы өлшеуіш құралды таңдап, қаламның ұзындығын өлше. Балалар, біз ұзындықты 1 метрлік немесе бүктемелі сызғышпен өлшесек болады. Қаламның ұзындығы 15 сантиметрді көрсетеді. Екінші тапсырманың асы. Суретке қара, шамалардың мәндерін анықта және жаз. Соларды пайдаланып теңсіздіктер құр. Бізде таразы мұнда 11 килограмды, ал екінші таразы 3 килограмды, үшінші таразы 27 килограмды көрсетіп тұр. Ал сызғышқа қарайтын болсақ, 40 сантиметр, 55 сантиметр, мынау 5 сантиметр, көк кесінді де 5 сантиметрді көрсетіп тұр. Ал енді оларды теңсіздіктер құрастырып көрейік. 11 килограмм мен 27 килограмды салыстырсақ, 27 килограмм артық. 11 килограмм мен 3 килограмды салыстырсақ, 11 килограмм артық. 40 сантиметр мен 55 сантиметрді салыстырсақ, 55 сантиметр артық. 40 сантиметр мен 5 сантиметрді салыстырсақ, 40 сантиметр артық. 55 сантиметр мен 5 сантиметрді салыстырсақ, 55 сантиметр артық. Ал 5 сантиметр мен 5 сантиметрді салыстырсақ, екеуі тең екен. Ал енді тапсырмасы. Түйе, қой және лақ сияқты үй жануарларын есіңе түсір. Олардың массаларын салыстыр және өсу реті бойынша ата дейді. Балалар, біз шамамен түйенің массасы 300 килограмм, қойдың массасы 30 килограмм, ал лақтың массасы 10 килограмм деп алсақ, оларды өсу ретімен жазамыз. 10 килограмм, 30 килограмм және 300 килограмм. Ал енді өсу ретімен атайтын болсақ, лақ, қой, түйе болады екен. Ал енді олардың массаларын салыстырып көрейік. 10 килограмм мен 30 килограмм салыстырсақ, 30 килограмм артық. 300 килограмм мен 30 килограммды салыстырсақ, 300 килограмм артық. 10 килограмм мен 300 килограмм салыстырсақ, 300 килограмм артық екен. Келесі үшінші тапсырма. Суретке қара, ыдыстарды сыйымдылықтарының өсу реті бойынша ата дейді. Демек, ең кішісінен бастап үлкеніне дейін өсу реті бойынша атаймыз. Бірінші өлшеуіш ыдыс, банка, кастроль, көбі, бидон, шелек, ең соңында ең үлкені бөшке екен. Төртінші тапсырма. Есептерді шығар. Асы. Әжем сырмақ сыруға ұзындықтары 35 дециметр және 47 дециметр әр түсті жіптерді пайдаланды. Әжем барлығы неше дециметр жіп пайдаланды? Қысқаша жазбасы. Бірінші жіп 35 дециметр, екінші жіп 47 дециметр. Барлығын анықтауымыз керек. Шешуі, ол үшін 35-ке 47-ні қосамыз. 30-ға 40-ті қоссақ 70, 5-ке 7-ні қоссақ 12, 70-ке 12-ні қоссақ 82. Жауабы, әжем барлығы 82 дециметр жіп пайдаланды. Тапсырмасы. Қозының массасы 12 килограмм, ал қойдың массасы 35 килограмм. Қозының массасы қойдың массасынан неше килограмм кем? Қысқаша жазбасы. Қозы 12 килограмм, қой 35 килограмм. Қозының массасы қойдың массасынан қанша килограмм кем екенін анықтауымыз керек. Шешуі, ол үшін 35-тен 12-ні азайтамыз. 30-дан 10-ды алсақ 20, 5-тен 2-ні азайтсақ 20-ға 3-ті қоссақ 23. Жауабы, қозының массасы қойдың массасынан 23 килограмм кем. Тапсырмасы. Бөшкеде 45 литр су бар, одан 9 литр су шелекке құйылды. Бөшкеде неше литр су қалды? Қысқаша жазбасы. Бөшкеде 45 литр су болған, шелекке 9 литр құйылды, қалғанын анықтауымыз керек. Шешуі, 45 азайту 9. 9-ды 5 пен 4-тің қосындысы деп алсақ болады. 45-тен 5 азайтсақ 40, 40-тан 4 азайтсақ 36. Жауабы, бөшкеде 36 литр су қалды. Бесінші тапсырма. Бос орынға қандайда бір таңбалы сандарды қоюға болады? Мүмкін болатын нұсқаларды жаз. Яғни 48-ге қандайда бір таңбалы екі санды қосқанында 61 шығуы керек. Демек, мына екі санды анықтауымыз керек. Ол үшін қосындының мәнінен берілген бір қосылғышты
азайтамыз. Демек 61 азайту 48. 61 санын 50 қосылған 11, 48 санын 40 қосылған 8 деп алсақ болады. 50-ден 40 азайтсақ 10, 11-ден 8 азайтсақ 3, 10-ға 3-ті қоссақ 13. Демек екі санның қосындысы 13 болуы керек. Демек 13 шығу үшін 4-ке 9-ға 4-ті қоссақ 13 болады, 8-ге 5-ті қоссақ 13 болады, 7-ге 6-ны қоссақ 13 болады. Ал енді орындарына қойып шықсақ болады. 48 қосу 9 қосу 4 тең 61, 48 қосу 8 қосу 5 тең 61, 48 қосу 7 қосу 6 тең 61. Ал енді екіншісі қандай да бір 83 санынан қандай да бір таңбалы екі санды азайтқан кезде 69 шыққан. Бұл белгісіз сандарды табу үшін азайғыштан айырманың мәнін азайтуымыз қажет. 83-тен 69-ды азайтамыз. 3-тен 9-ды азайта алмаймыз, сондықтан 83 санын 70 қосылған 13 деп алсақ болады. 70-тен 60-ды азайтсақ 10 қалады, 13-тен 9 азайтсақ 4 қалады, 10-ға 4 қоссақ 14 болады. Демек бос орында 14 саны болуы керек. Демек 9-ға 5-ті қоссақ 14 болады, 8-ге 6-ны қоссақ 14 болады, 7-ге 7-ні қоссақ 14 болады екен. Ал енді орындарына қояйық. 83 азайту 9 азайту 5 тең 69, 83 азайту 8 азайту 6 тең 69, 83 азайту 7 азайту 7 тең 69. Осылай орындасақ болады. 6-шы тапсырма 4 сағаттан кейін сағаттар қай уақытты көрсететінін жаз дейді. Балалар, бізде 3 сағат берілген. Бірінші сағат 5-ті, екінші сағат 6-ны, ал үшінші сағат 7-ні көрсетіп тұр. Енді бұл сағаттар 4 сағаттан кейін қай уақытты көрсететінін анықтау үшін оларға 4 сағатты қосып шығамыз. 5 сағат қосу 4 сағат тең 9 сағат, 6 сағат қосу 4 сағат тең 10 сағат, 7 сағат қосу 4 сағат тең 11 сағат. Демек бірінші сағат 4 сағаттан кейін 9-ды, екіншісі 10-ды, ал үшіншісі 11-ді көрсететін болады. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Барлық тапсырмалар сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.